Өте маңызды ақпарат. Бауырым, сондықтан да назар салып тыңда. Алдағы уақытта Каспий Голд арқылы жасалған әр переводтан салық ұсталынғалы жатыр. Бұлайша айтқанда, биліктегілер халықтың қалтасын ашықтан ашық тонауға көшті. Бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасары Әлихан Смайылов қаржы министрлігіне осындай тапсырма берді. Мәселен, сіз өзіңіздің балаңызға, я болмаса ағаңызға 500 теңге, 1000 теңге, я болмаса 10 000 теңге перевод жасасаңыз, мейлі қандай мақсатта, сол переводтардан салық ұсталынады. Сіз мысалға өзіңіздің нөміріңізге единица саласыз ғой, 1000 теңге. Сол единица салған кезде сізге 950 теңге түседі, 50 теңгесі комиссия ретінде, яғни салық ретінде ұсталады ғой. Дәл сол сияқты переводтан осындай ақша ұсталынғалы жатыр. Егер де сіз бұған қарсы болсаңыз, өзіңіздің пікіріңізді төменге қарсымын деп жазып, мына шығарылымды барынша WhatsApp топтарға таратып, ағайын туыс таныс білісті түгел құлақтандырыңыз. Себебі бұл халықтың қалтасын